Баршаңызға сәлем, арнама қош келдіңіздер. Бүгінгі талдайтын тақырып үстеу. Үстеу қимылдың түрлі белгісін, мезгілін, мекенін, себебін, мақсатын білдіретін сөз табы. Үстеудің түрлерін қарастырайық. Үстеу тұлғасына қарай негізгі және туынды болып бөлінеді. Мысалдар келтірсек, негізгі үстеу, мысалы, ерте, кешке, дәл, сәл, тым, әрең. Ал туынды үстеу, яғни мысалы күздей, жаңаша, босқа, зорға, бірге деген сияқты мысалды қарастырсақ, түбір сөзге дей, ға, ге сияқты жұрнақтар қосылған екен. Яғни туынды үстеу жұрнақтар қосылу арқылы жасалынды. Үстеу құрамына қарай дара және күрделі болып бөлінеді. Дара үстеу, мысалы, ерте, тым, кеш, мүлде, қазір, тікелей, яғни бір ғана сөзден тұр. Күрделі үстеуді қарастырсақ, мысалы, биыл, бүгін, біраз, бірталай, бірте-бірте, анда-санда, күні бүгін, жеті түнде, ауа жазды, яғни қос сөздер арқылы, біркен сөздер арқылы жасалып тұр екен. Тақырып пайдалы болды деп сенемін. Каналыма тіркеліп қойыңыздар. Назарларыңызға рахмет.